болсын жалпыға, бүлдіршінің танып ал, көп тілеуін қабыл ал, тілмен көзден сақтасын, бойға тұмар тағып ал. Қазақ қызықтарын қалайық, той думан қып тарайық, балақайым өссеккен ел жұртына лайық. Ай, бәрекелді, рахмет. Рахмет. Өлең оқыған апаға осындай сыйлық берейін. Мынау перчатки ыстық ыдыстарды ұстайтын. Сіздің өнеріңіз ешкімге ұнамай қалған сияқты. Бірақ адам тамаққа 1000 теңге салыпты. 1000 теңгені өз атынан берейін сізге. Жеңгені қозлама. Молодцы, міне нағыз жігіттер, молодцы. Осылай ағаларымыз тойда басқарып, жеңгелер үйде басқарып жүріп, бәрі нормально болады. Дұрыс па? Ал келіңіздер, фотоға түсіп алыңыздар, естелікке. Қазір былай болады. Өздеріңізге жұп табу керек, пара табу керек, пара. Бірақ мынандай жағдай, бүгін халал той. Менде халал тамағам. Біреудің әйеліне, біреудің күйеуін билетпейді. Сондықтан алып шығатын жұптарың еркек болу керек. Дайын болсаңдар, тоқта. Алып шығатын жұптарың еркек болу керек. Екіншіден өздерің сияқты жас, мен сияқты әдемі болу керек. Ал кетті, давай. Команда бота ұқсай ма? Ұқсайды. Мынау жүрек көп кетті ғой мынау. Сонымен команда бота зарабатывает 1 балл. Шапалағып қойыңыздар. Жалғастырамыз, кеттік танцуын. Поехали. Ой, молодцы. Мынау не істеп жатыр? Сонымен қайсысы көбірек ұстайды? Ботаның командасы көбірек ұстай ма? Бәрекелді. Ботаның командасына бір ұпай шапалағып қойсаңыздар болады. Рахмет. Жалғастырамыз жігіттер. Алып тұшы береміз. Жанды. Мен бірінші орынның подарығын әкеле берейін. Бірінші орынның подарығы бізде электрочайник, фен и мынандай непонятный нәрсе. Сонымен кірмек болмаса аппақ футбол. Ол жатып алған. Не істеп жатыр? Қалай сайрандың командасы ұқсай ма? Рахмет, болды, қарайын, рахмет. Ал енді халықтың дауысымен шешеміз. Команда бота қалай? Рахмет. Команда Сайрангүл. Рахмет. Өздерің көріңдер ғой, ренжімейсіңдер ғой. Давай тағы бір көрейік. Команда бота. Сайрангүл. Білмеймін, осы кісілер қатты айғайлап жатыр. Соларға берілген. Ренжімейсіңдер ғой, бәрекелді, рахмет. Ал ағашын шайнекті алыңыз. Сізге мынандай нәрсе. Сізге ферм, жоқ, мына кісіге ферм дейікші, осы пайдалы болыр ау. Мынау сізге. Болды, рахмет, келіңіздер, жастарға мәжілді. Тойдағы қонақтардың көңіл күйі той иесінің өзіне байланысты келген. Сондықтан қазір сізге тамаша бір музыка қосамыз. Нас столдан бастайсыз. Каждый столдың қасына барып, қол көтеріп амандасып шығасыз. Енді каждыйдың бетінен сүйіп құшақтасып келе жоқ. Просто жақындап қол көтерсеңіз болды. Қонақтарыңыз сізге қошемет көрсетіп, шапалақ ұрып, бір-екеуі помидор лақтырып деген сияқты сондай бірдеңе болайын деп жатыр. Ал дайын болсаңыздар, сіздердің алдарыңызда той иесі Ақбота! Той иесі айналайын жүзіңнен ай көрінген аумайды, абай сүйген айгерімнен не болды? Сізге амандасқан жоқ па? Значит, не бар деп отырсың ғой брата. Мен тапсырған жедім. Айналайын жүзіңнен ай көрінген аумайды, абай сүйген айгерімнен кешегі төлегендер ғашық болған Сайрангүлдің қыз жібектен қай жерген деп мақтап атса 5 күн шапалақ ұрып.
Молдеке, сізге мынандай сұрақ. Үйленгендеріңізге қанша жыл болды? 13 болды. 13 ба? Қай ай? 13 жыл болды үйленгеніңізге. Қазір былай істейді. Сәл кішкентай ғана ойын. Мен қазір мына жерде тұрып алып, жылайып ән айта берсем, ешкімге қызық болмайды. Сондықтан кішкене поиграем да, немного. Мынандай ертек айтамын қазір. Сол ертегінің кейіпкері сіздер боласыздар. Просто менің айтқанымды істеп тұрсаңыздар болғаны. Өте қысқа, 1 минут 2 минут алып. Сонымен ардақ ағайын, ертеде баяғы өткен заманда, баяғы заман дегенде примерно 13 жыл бұрын, Ақбота деген әппақ, ол кезде ақ болған ғой. Әппақ жап-жас жігіт өзіне жар іздеп жолға шығады. Сонымен не керек? 3 күн, 3 түн ұйықтап басыпай 7-ші күні шыққан ғой енді. Кетіп бара жатқан кезде алдынан Сайрангүл деген красавица қыз шығады ғой. Сайрангүлді көрген Ақбота сразу Сайрангүлге қарап тұрып осылай ән шырқайды. Жылғы махаббаттандым ба маған ба демеймін. Макс таң қалып отыр ауыз ашылып. Сіз қарап тұрсыз кездерінде. Бұл кісі жаңа маған Молдекең айтып жатыр. Бұл кісі менің жездем дейді. Заводта жұмыс дейді жаңағы. Заводта 13-ші зарплата деген болады ғой. Соны жаңа жылдың алдында алып, әйеліне бермей, бала шағасына көрсетпей, алға жалда біреу арқан тартып қалса, соған беремін деп сақтап жүр екен. Шықпай Мәм нақсы жығылған күреске тоймайды деп. Ну, давайте. 1, 2, 3. Коллектив отпадает сразу. Агар демалайын. Келесі, бұнда өз екен бұл. Келесі кім бар? Давайте, Астанадан келген ханым. Сіздің бесіңіз келеді ау, да? Бәрекелді. Бұл кісі киімді қарасам, қол өтмейді сақ. Тұғанып тастайды. Böle devam. Ben de tisi vurur. Al dayıslarına 1, 2, 3. Böle. Kılma. Sonымен belirledim duracak. Bas. Hayır bizi tanıtı geliyor. Bas. Көрмеген прикольно. Астана берілмейді екен Астана. Астананың боранына берілмей келгенсің. Қол көзіне беріле ма қыз? Ой, аға, басайын деп айтып. Ай, басада болды. Интерес. Бол барамыз. Ал, келесі. 2 пара. Шығасыз ба? Ал, давайте. Вот, осыған сіздің бесіңіз керек ал. Денег много қазір. Сонымен, сіздің артыңыз бар. Аяғында сізші. Ағырке, ал кеттік. 1, 2, 3. Жібер артыңыз. Келіннің аты келін. Çıkma. Atınız var. Alo, ağırlıklı atınız var. Kendisi mi? Tışı. Yedi gün al da var ki. Böyle yega.
елем үйлі кейде тіпті елеме қызыл қайрат дарытатын денеге отта ыстық күнде ыстық дегенмен одан ыстық көрінен немере біреу саған жақсылауын береме өз балаңа көп айтасың өнеге ұлың жақын қызың жақын дегенмен одан жақын көрінен немере теге мені басқа дәмге теңеме дастарханның олсыз сәні келеме қан да тәтті бал да тәтті дегенмен одан тәтті көрінен немере шіркін қандай бола деген шөбере дейді ардақты ағайындар. Мынау төрде отырған үлкендеріміз немере шөбере шөпшектерді сүйе берсін деп бір қошемет тұрып қойсаңыздар болады. Қалжыңдалық қатты ойналық күлгенді де ілгенді де қоймадық. Қай-қай сөзді айту үшін жаралған, бірақ соны айту керек ойладық. Сөйлеу керек мағыналы мәнді де, бірақ ондай ұнамайды әркімге. Молдаменен сұхбаттасып отырып арақ жайлы айтпау керек әңгіме. Не демейді құрдасына құрдасы, кейбір сөздің жаман тіпті бір басы. Бір орманның кетуіне өртеніп сіріңкенің жетіп жатыр бір басы. Барлық адам Мұхаммедтің үмметі, өзгелерден жоғарылау құрметі. Тойға келген әр мұсылман адамның тәтті қылып тілек айту міндеті дейді ардақты ағайындар. Мінекей сіздердің тәтті лебіздеріңізді біз тыңдадық. Енді кешіміздің 90 ауыз сөзінің торықтай түйінін түйіндесін деп ортаға бүгінгі кешіміздің ұйымдастырушыларын шақырайын деп отырған жайымыз бар. Қарсы алыңыздар, сұлтандай жігітті дүниеге әкеліп қуаныштарын бөлісіп жатқан Ақбота мырза мен Сайрангүл ханымды ортаға шақырайын. Алла разы болсын. Және де мына тамада бауырымызға көп рахмет. Осылай тойымызды переживать еткен бірінші той болған екен. Рахмет сізге, көп күшті жақсы жүргізіп беріңіз. Әрине барлықтарыңыздың көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Қатесі болса кешірерсіздер, енді артық ой сөйлесіп осылай бірінші рет той жасап тұрған қателіктер болған шығар деп ойлаймын. Енді сол барлықтарыңызға рахмет. Басқа рахметтен басқа айтамын. Рахмет. Енді осы жерде шынымен де сізге қосыламын. Қадеміз болса, артық кеткен жеріміз болса, кейде біз күлдіремізді бет алып сөйлеп кетеміз. Енді сондай кездердің бәрін өздеріңіз кең жүректеріңізбен кешіріңіздер деп тілейміз. Рахмет. Осы нашақ болмай кешірейін деп жатыр қойды да, кажется. Осы қана шапан ауырып алып кетіп. Қарагерлер. Ал рахмет сіздерге де. Той құтты болсын, тек тойда кетесіз. Қарагерлер. Рахмет. Ал енді осы кешімізді естелік қылып қалдыратын оператор жігітке бір шапалақ ұрып қойсаңыздар. Қарагерлер. Және де Евразияға ұшып кеткен Қарлығаш кафесіне бір қошемет ұрып қойсаңыздар. Және де кешімізді әуенмен әрлеген Еркебұлан диджейға бір шапалақ ұрып қойсаңыздар. Қарагерлер. Рахмет, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі тойда аман есен кездескенше сау сәлематта болыңыздар. Всем спасибо!